Енді әлеумет үшін тағы бір маңызды салаға ойыссақ. Бүгінде ел бойынша тұрғын үй кезегінде 350 мыңға жуық адам, ал жер телімінен үмітті 1 миллионнан астам азамат бар. Осы орайда мемлекет басшысының бұйрығымен үкіметке халықты баспанамен қамту үшін жаңа нұрлы жер бағдарламасын әзірлеу тапсырылғанды. Бастама қашан іске асырылады? Аптадағы үкімет отырысында министрлер кабинеті осы мәселелер талқылады. Бүгінде халықты баспанамен қамту үшін бірыңғай жеке тұрғын үй бағдарламасы әзірленіп жатқаны белгілі. Биыл 57 мың жер теліміне, ал келер жылы 44 мыңға жуық учаскеге су, жол, жылу және электр желілері, яғни инженерлік инфрақұрылым тартылатын болады. Бұл мақсатта 84 миллиард теңге жұмсау жоспарлануда. Сондай-ақ тұрғын үйге қолжетімділікті арттыру үшін аталған нұрлы жер бағдарламасы аясында ипотекалық несие беруді жеңілдету, яғни банктен алған қарызға мемлекеттік субсидия қарастыру көзделуде. Бұл азаматтар несиеге үй алса, жарты ақшасына жуығын өтеуге мемлекет демеу болады деген сөз. И вопросы ипотечного кредитования. Елімізде тұрақты табысы бар азаматтар көп, бірақ жалақылары ипотека алуға жетпейді. Осы орайда мемлекет тарапынан қолдау көрсетіп, ипотека алған азаматтардың қарызын субсидиялау арқылы тұрғын үйге қолжетімділікті арттырмақпыз. Осылайша жеке тұрғын үй салу және қарызды субсидиялау бағдарламасы тұрғын үй кезегін тез сейілту мүмкіндігін тудырады.